Менің інім Иманбек Ерлан Қытайдың Іле-Қазақ автоном районы Тарғыатай аймағы Дөрбіжін ауданында тұрады. Ол жақта тұрғалына 6 ай болды. Барғалы паспортын алып ап, ол жаққа келе алмай жатыр. Енді інімнің әйелі менен әйелі Гүлсағат Құсайынқызы мен Ерасыл Ерланұлы деген інім баласы екеуі Үржар Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданында тұрады. Мен өзім Тарғыатай, Шығыс Қазақстан облысы Тарғыатай ауданы Ақжар ауылында тұрамын. Мен туған інім сол 6 ай болды келе алмай жатыр. Соған Қазақстан өкіметінен, елбасынан соған көмектесуін сұраймын. Менің аты жөнім Иманбек Еркін, інімнің аты Иманбек Ерлан. Осыған елбасынан көмек сұраймын.